Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін алма қосылған булочка дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 300 мл су, 2 шай қасық дрожжи, жақсылап араластырамыз. 120 грамм шекер саламыз. Араластырып, жақсылап ерітіп аламыз. Ерітілген 80 грамм сары май қосамыз. Және ұнымыз 500-550 грамм жобасында аламыз. Араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Бізге 5 кішілеу алмалар керек. Оларды тазалаймыз және теркадан өткіземіз. Орташа теркадан өткізіп болған соң жай отқа қойып 80 грамм шекер саламыз. Суы тартылғанша баяу отта араластырып отырамыз. Суы тартылғанда оттан түсіріп, басқа ысқа салып суытамыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды ыстан алып 12 бөлікке бөлеміз. Осындай шариктер жасаймыз. Шариктерді алып, жайып, ішіне салмасын салып, қалауыңызша булочканың формасын жасай бересіз. Мен осындай формада жасадым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, пеште 200 градуста 20-25 минут пісіреміз. Ас болсын, жасап көріңіздер, өте оңай. Балаларыңызға өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.